Қайырлы күн баршаңызға. Сіздермен бірге Әйгерім Серікқызы. Мен сіздермен осындай трендтегі хит болып жатқан осындай әдемі сумкамен бөлісетін боламын. Менің каналымда осындай әдемі сумканы көре алатын боласыздар. Ол үшін мен YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Яғни ең бірінші біз осындай бір қатар тоқып шығатын боламыз. Яғни біз жанындағы кішкентай моншақтан 26 қатар, астынан 14 қатар тоқып шығамыз. Бисмиллах деп бастап, лескамызды ұзындау етіп кесіп аламыз. 1,5 метрдей етіп кесіп алсаңыздар болады. Яғни мен 12 размерлі қырлы моншақ, содан кейін 8 размерлі арасына моншақ өткізіп тоқитын боламын. Бірінші оң жақ лескамызға бір кішкентай, бір үлкен, содан кейін бір кішкентай, бір үлкен, бір кішкентай, содан кейін үлкен моншақ, содан кейін кішкентай моншақ өткізетін боламын. 4 моншақты өткіздім. Лескамның ұшын бірдей етіп аламын. Енді менде соңғы тұрған кішкентай моншақтан оң жақ лескамды өткізіп ілмек жасап алатын боламын. Менде ілмек етіп жасап алдым. Енді сол жақ лескамды осы ілмектен өткізіп, лескамды моншақтың ортасына қарай өткізіп бекітемін. Ортасына қарай тұру керек. Бізде осындай төрттік пайда болды. Енді осылай төрттікпен тоқимыз. Оң жақ лескама бір үлкен, бір кішкентай өткіземін. Соңғысына ілмек жасап аламын. Енді сол жақ лескама бір үлкен моншақ өткізіп бекітемін. Оң жақ ілмек жасап алғанымды, сол жақ лескамды сол ілмектен өткізіп бекітемін. Тағы да оң жақ лескама бір үлкен, бір кішкентай өткіземін. Соңғысына ілмек жасап аламын, соңғы моншақтан. Сол жағыма бір үлкен өткіземін. Енді оң жақтағы ілмекке сол жақта лескамды өткізіп, моншақтың ортасына қарай лескамды бекітемін. Мен 3 төрттік тоқыдым. Дәл осылай 14 қатар тоқитын боламыз. Оң жағыма бір үлкен, бір кішкентай өткіземін. Соңғы кішкентай моншақтан ілмек жасап аламын. Ал енді сол жақ лескама бір үлкен өткізіп, осы лескамды оң жақтағы ілмектен өткізіп, моншағыма бекітемін. 4-ші қатар пайда болды. Тағы да оң жақ лескама бір үлкен, бір кішкентай. Соңғы моншақтан ілмек жасап аламын. Оң жақ лескамда сол жағыма бір үлкен моншақ өткізіп, осы өткізген лескамды оң жақтағы ілмектен өткізіп бекітемін. Дәл осылай тоқимыз. Яғни 13 қатар тоқимыз. Мінекей мен 13 қатар тоқыдым. Енді 14-ші қатарда біз оң жақ лескамызға бір кішкентай, бір үлкен, бір кішкентай, бір үлкен өткізіп бекітемін. Сонда біздің лескамыз алға қарай бұрылды. Енді біз жоғары қарай тоқитын боламыз. Ол үшін оң жақ лескама бір кішкентай, бір үлкен және бір кішкентай өткізіп, 3 моншақ өткізіп аламын. Соңғысына ілмек жасаймын. Енді сол жақ лескамды осы ілмектен өткізіп бекітемін. Сонда бізде оң жақ лескамыз, яғни біреу жоғарыда, екінші лескамыз төменде болады. Сол төменгі лескамызды төменгі бір моншақтан өткіземін. Мінекей өткіздім. Енді сол жоғарыдағы лескама бір үлкен, бір кішкентай өткізіп бекітетін боламын. Соңғы, яғни моншақтан ілмек жасап, астыңғы лескамды сол ілмектен өткізіп бекітемін. Тағы да астыңғы лескамды бір моншақтан өткізіп отырамын. Үстіңгі лескама
bir үлкен, bir кішкентай моншақ өткізіп, соңғысына ілмек жасап, астыңғы лескамды осы ілмектен өткізіп бекітемін. Тағы да астыңғы лескамды, яғни бір моншақтан өткізіп отырамын. Үстіңгі лескама бір үлкен, бір кішкентай моншақ өткізіп, соңғысына ілмек жасап, бекітетін боламын. Дәл осылай, мінекей соңғы бір моншақ қалғанша тоқып шығамын. Мінекей бізде соңғы бір моншақ қалды. Енді осы астыңғы моншақты, астыңғы лескамды осы моншақтан өткіземін. Өткіздім. Содан кейін аударатын боламын. Бізде сол жақ моншағымыз оң жақ болды, оң жақ моншағымыз сол жақ болды. Енді осы оң жақ болған лескамызға бір кішкентай, бір үлкен моншақ өткізіп бекітетін боламын. Мінекей бекіттім. Мен мінекей екі қатар тоқыдым. Мен тағы да осылай жоғары қарай тоқитын боламыз. Ол үшін оң жақ лескама бір кішкентай, бір үлкен, бір кішкентай моншақ өткізіп аламыз. Соңғысына ілмек жасаймын. Соңғы моншақтан сол жақ, яғни моншағымды осы ілмектен өткізіп бекітетін боламын. Астыңғы лескамды астыңғы бір моншақтан өткіземін. Үстіңгі лескама бір үлкен, бір кішкентай моншақ өткізіп, соңғысына ілмек жасап бекітемін. Соңғы бір моншақ қалғанда, дәл жаңағыдай соңғы бір моншақ қалғанда астынан лескамды сол астыңғы бір моншақтан өткіземін, аударамын. Содан кейін аударған жағымдағы лескама бір кішкентай, бір үлкен өткізіп, соңғы моншақтан ілмек жасап, жаңағы жоғарыда тұрған лескамды ілмектен өткізіп бекітемін. Дәл осылай тоқып шығамыз. Енді тағы да оң жағыма бір кішкентай, бір үлкен, бір кішкентай, 3 моншақпен бастаймыз. Басында бекітемін. Енді астыңғы лескамды астыңғы бір моншақтан өткіземін. Үстіңгі лескама бір үлкен, бір кішкентай өткізіп бекітемін. Дәл осылай тоқып шығатын боламыз. Яғни міне мен 4 қатар тоқыдым. Осылай біз 26 қатар тоқитын боламыз. Тағы да түсіндіре кетейін. Соңғы моншақтан өткіземіз, содан кейін 2 моншақпен бекітеміз, содан кейін 3 моншақпен өткізіп бекітіп, осылай дәл осылай тоқып шығамыз. Яғни кішкентай моншақ 26 қатар болғанша асты, яғни 14 қатар болу керек.